Қыздареке, қалайсыңдар? Сіздермен Алуа Айрин каналы. Бүгінгі тақырып бізде клубника в шоколаде бизнесі. Яғни бұл менің қайынсіңлімнің бизнесі. Мына жерде мен аккаунттан қалдырып кетемін. Чокобери шым. Біз бұл бизнесті қалай аштық, қалай жасадық, сол туралы мен қысқаша айтып берейін. Ең соңына дейін көрген, айландырмай көрген адамға мен сыйлығым бар. Күшті бір жаңалық айтамын. Сіздер в шоке будете ол жаңалықтан. Сондықтан до конца видеоны көріп, подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біз бұл бизнеске 2021 жылы ақпан айында келдік. До этого біз бұл клубника в шоколаде бизнесі Шымкент қаласында небәрі 4 аккаунт болатын. Қазіргі таңда 32 аккаунт бар. Ол кезде біздер ютубтан қарадық, Қазақстанда дамымаған Россияның сайттарынан қарадық, үйренгіміз келді. Жаңа енді олар скрытый видеолармен былай түсіреді ғой. Сөйтіп жүрген кезде өзіміз үйде жасап көрдік. ютубтан қарадық. Бірақ что-то не то. Бір нәрсесін дұрыс жасамай жатыр. То шоколад күйіп кетеді, то сұйық болып кетеді, то басқаша, то клубниканың дәмі өзгереді деген сияқты. Сөйтіп жоқ, бұл болмайды деп біз профессионально оқуды сатып алуды жөн көрдік. Сонымен іздеп, бір-екі конкуренттерді көріп, болмаса бір-екі сабақтарды бар адамдарды қарай келе біз Украинадан сабақ алуды жөн көрдік. Украинада 500 мың теңгеге бұл сабақты сатып алдық. 500 мың теңге сабақтың ішінде небәрі 20 ғана урок болды. Қателеспесем 20 урок болды сол кезде. Әрқайсысы 2 минуттан. Ең көп минуты 5 минут болды, ол букет жасау. Бірақ сол курстың жаңағы олар тоже стандарт, ол кезде стандарт, жаңағы VIP деген пакеттері болды. Біз VIP пакетті алдық, потому что бізге и үлкен букет жасау керек болды, и орташа, и қысқаша букет жасау керек болды. Сонымен осы бір жылдың ішінде ешқандай блогерге рекламасыз, ешқандай таргетсіз, чисто сарафанный клиент, таныстар, болмаса интересадан шығып, солай 500 охват жинады, 3000 подписчик. Сол 500 охватпен қазіргі таңда күніне 50 мың теңге істеп отыр. Кемі 10-15 заказ. Бірақ мейрам күндері 8 март, 14 февраль, басқа да мейрам, 7 май сияқты мейрам күндері бізде қарбалас болады. Ол күндері 60-70-ге дейін заказ жібереміз. До этого бір жыл біз жаңағы аккаунт ашқан кезде ешқандай аккаунттан сурет ұрлаған жоқ, потому что ондай бізде аккаунттар көп болған жоқ. Өзіміз бар жоғы 50 мың теңгеге зат алдық, 50 мың теңгеміз ғана бар. Оған керекті 1 килограмм шоколад, 1-2-3 коробка, орайтын қағаздар деген сияқты 50 мың теңгеге алдық, өзіміз жасап көрдік, суретке түсірдік оны, сонымен аккаунтқа салдық, визуалын жасадық аккаунттың, копирайтивтін жаздық, сөйтіп алғашқы заказымызды 14 февральда қабылдадық. Ол кезде бізде жақсы болды, так как мейрам. 14 февральдан кейін бізде жаңағы күніне бір заказ, болмаса аптасына 3 заказ сияқты желәп 8 мартта қапырғы заказ болды. Сонымен сол жақсы заказ болғаннан бір-біріне сарафаны кетіп біз қазіргі таңда осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Алдыңғы жылы и онлайн, и офлайн курс өткіздік. Онлайнда біз 50 шақты студент шығардық, офлайнда 4 шақты студент шығардық. Әрбір студенттердің қазір өзінің аккаунты бар, өзінің нәпақасын табуда, не жалуется. Кәдімгі күніне 3-4 заказымыз бар, шүкір деп отыр. Так, енді мен сіздерге не ұсынамын? Бұл видеоны декретте отырған аналар, болса үйде қандай бизнес ашамын, не ашамын, қалай ашамын деп отырған аналарға таратсаңыздар болады. Және мені қолдау ретінде бұл каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге не беремін? Қандай сыйлық беремін деп ойлайсыздар? Так, мен сіздерге осы біз жазған курстардың сабағын тегін беремін.
тегін осы YouTube каналына жүктейтін боламын. Ол 7-8 сабақтан тұрады. 7 или 8, не помню. Или 7 или 8 сабақтан тұрады. Барлығында бүкіл біздің фишкаларымыз, Украинадан үйренген фишкаларымыз көрсетіледі. Бұл жерде қалай темперирование жасау керек, қандай температурада өлшеу керек, қалай шоколадты қолдану керек, қалай клубниканы жуу керек, оны қалай ұстау керек. Мысалы, клубника элементарно жуғаннан кейін 2-3 сағаттың ішінде ол солып қалады, болмаса шіри бастайды. Вот соны шіремейтін дейді, қалай жуу керек, қалай сүрту керек, оны қалай кептіру керек, шоколадты қалай дайындап, оған қалай батырып, оны қандай жағдайда жаңа қатыру керек, қандай оюларды салу керек, сол туралы бүкіл видеолардың барлығын тегін сіздерге осы каналға жүктейтін боламын. Сол каналда жаңа тегін сабақты көрген кезде міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться етіңіздер, болмаса жаңағы құрбыларыңызға, әпкелеріңізге, құрдастарыңызға жіберсеңіздер болады. Күтіңіздер, мен ол видеоны на днях сіздерге салатын боламын. Қош, сау болыңыздар. Нампион? Ой, айта алмай қалма қаса. Онай. Келіңдер. Ұзақ сөйлеу керек қой. 21 февраль айында Украинадан, ё-моё, шыбын ұшып жүр, ана жерде бүйтіп шыбын ұшып жүр. Көрмейді одан? Өшіріп басына қойшы. Қалай көрмейді? Бұлай прям көз алдына ұшып кетті шыбын. Бай жоқ болса. Сөйтіп сағат 2 аңы видео түсіріп жатыр, так. Видео нормально шығады деп ойлаймын. Айтып беретін боламын, бұл менің қайынсіңлімнің бизнесі. Басын айтамын. Қызылап жатыр. Басын айтамын, тоқтат. Тағы 7 февральда аштық Инстаграмда. Қайырлы күн. Дұрыс тұрмын ба, қалайша? Түрім нормально болып тұр ма? Аппақ емеспін ба? Тура түрің жоқ тұр. Қай жоқ тұр? Дәл тұрмын ба, бірақ? Мынау жауап. Аньян. Неше минут болды?